Барлықтарына сәлем, сіздермен бірге мен, Тони және де көптен күткен Айбек ғасырының інішектері екінші серия бұл 2 аптадан соң түсіріліп жатыр. Бүгінгі серияда біз не істейміз? Жоспар бойынша жұмысқа бару керек, сосын машина сатып алу керек. Және де мен қазір автовокзалдан спам жасадым. Өткен серияда біз вроде как семьяға кірген болатынбыз, білмеймін неге семьяның, неге үйден шықпағанымды. Мен өзімнің привязать етіп қойғам ғой аккаунтымда. И получается мен X3 PD алып тұрам. Жегесіңдер қайдасыңдар? Такси болып жұмыс істеймін ба, арендовать етіп? Задание арендовать такси болып солай болып тұр. Значит, онда мен қазір таксидің жұмысын жасайын. Менде қазір 4 выбор тұр. Ford, Cadillac, Renault, Mercedes қайсын таңдайын? Ford. Жақсы, Ford таңдадым ол. Енді мен қазір таксиспін, енді кімге бір нәрсе керек қой, мені шақырып бұл жерге апару деген сияқты. Такси просто менің хоббиім ғой, а так бляды. Реально, давайте перекус таксиста жасаем, короче. Ед, рожки, нан, арбуз, не да? Z Generation, акулан еті, рулет, Тони деген нәрсем ал, торт, окорочка, next чай. И икра. Айтпақшы мен начать работу деп басайын ал. Так, маған керек бір слоган керек. Маршрут построен. Приехали. Спасибо за компанию. Составила алгоритм поездки. Не өкітті? Мен өліп қалдым ба не? Аға, ерназар подписчиктер сізді көрдім осы түріңізді. Бля, сендер точно көрдіңдер, менде басқа подписчиктер бар сияқты бля. Менде 483 ашқа бар дейсің. Не бар? 483. Не шегетін ба ашқа? Жоқ, мынау кругы. Қанша дедіңіз? 483. Ебать, қалай ақша аударыңыздай? Джиги, давайте все-таки менің ласылайым болақтан, шамал менің бір проблемама мен аударысыңдар. Задание орындатсың ба не қане? Задание дегенде мен әлі таксиді орындаған жоқпын. Мен больницадан бірақ шықтым, короче, білмеймін не үшін шыққанымды. Қолымда пиво бар мен. О, чел, отырғысай. Отыра алмай отырмын. Кеттік ал, жұмысымызды бастадық. Такси, кинодағыдай қазірген тесіп жатсаң. Здесь была шутка. Ее запретил. Приехали. Кеттік еді, мынау қызға өзімнің жеке планым бар деп қой. Ладно. Сұраған жеріне апарайын. Осында жылдамдық тема, шама алмайтыңыз. Айтпақшы, мынау GTA Аризонада, GTA Vice City'дағы картаға түсуге возможность бар екен, ол үшін виза оформить ету керек екен. Бүгін бірінші соны естідім. Бля, тема ғой негізі. GTA 6-те сонда реализациялайын жатыр ғой, как раз. Осы Сан-Франциско мен Лас-Вентурасын осы ұнатам шегім келей. Шыны бір жерде осы тіке жерінге чанда бөлек атмосфера вайп қой. Вот тема. Ақталды. Вот енді қазір автобустың жұмысын жасап тастаймыз. Қазір 2 рейс жеткілікті екен. Все, мен автобустың жұмысын бастадым. Ол CJ-дің қызы еді ғой. Бірге банкта ойнаған Катерина емес пе, разве? Жоқ, ол емес, қысқа.
базар жоқ. Автобустың миссиясын өттім ғой наконец-то. Давайте маған машина сатып алып бере салыңдаршы. Қайқа бару керек маған айтып жеріндерсе, көрсетіп жеріндерсе. GPS-те жазшы. Аха. А, В, Т деп жазшы. Немен барсам болады, менде машина жоқ қой мынақта. Алып кетесің бәле мені. Ма сенде биткоин көп қой. Бугатти қайдан бар сенде? Компания Юрболсың по да доставке Бугатти бар. временного транспорта. Ваш заказ, Прикинь. чтобы отказаться Бас, от газ, бас. аренды временного транспорта, нажмите кнопку «Использовать повторно» в вашем Bugatti, екі Bugatti деген қыздар білесіңдер ма тиктокта? Солармен мен кездесуім керек тұғын негізі. Ерсан туған күнде. Осы неше түрлі жүргізушілерге таңғаламын. Ұйықтамай жүреді ғой поездкаларда. Вот қазірдің өзінде маған уже екеу болып көрініп отыр ше короче. Ол жүргізушілер вообще ұйқы деген нәрсені білмейді себебі. Қалай шыдайды деймін да. Приехали. Мне понравилось. Нәрсе? Не? Стрёфи. Адам қалды, адам. Бот па? Ты кто такой вообще? Это моя машина. Сатып алдым не? Бір нәрсеге жайғаса салайын да, чтобы тұрған кезде осы машинамен бірге тұратындай ше. Номер сатып алайын дедім мен ол машинаға. На этом все. Отключаюсь. Соткамызды алдырып кетейікші мынаяққа. Ұлытау 20-шы реген көрек қандай сандар цвета. 480 дейсің ғой. О, 480 ровный сан еще. Все, сендермен бірге болған мен Тони және де ғасырдың әнішектері. Егер де видео ұнаса лайк бас, комментарий жаз, каналға тіркел. Және де 3-ші серияны көт. 3-ші серияда не істейтін точно білмеймін. Кеш жарық. Қайырлы. Барлықтарына сәлем, мен есімім Ерназар, және де мен Нунакун сторисіндегі әлгі жігітпін. Егер де сендер осы курсты сатып алсаңдар, уақыттардың тиімді өтеді. Неге десеңдер? Уақыттардың тиімді өтеді. Қайырлы күн достар, және де ойбай. Қайырлы кеш достар, және де мен шай отзывымды қалдырып кетейін деген ғой, онлайн консультация жайлы. Қалай өтті десеңдер, мен хабарластым жұмыстан кейін. Енді өзің ойлаш, түнде сөйлес атсаң, жесткий мотивация алып аласың ғой, короче. До того мотивация алып аласың. Келесі күні каналды өшіп тастайсың. Егер де сендер осы онлайн консультациядан алып, және де мен өзімнің өткен өзім. Егер де сендер де мен сияқты енді бастап келе жатқан ютубер болсаңдар, бағыт-бағдар көрсетіп жібереді кішкентай балалар. Алдыңғы стористегі жігітпін әлгі Нунакунның жігіті емес, мен стористегі. Короче, мен өзімнің шынайы пікірмен бөлісейін деп едім онлайн консультация жайлы. Егер де сендер осы онлайн консультациядан қайырлы кеш достар, және де мен Нунакунның сторисіндегі әлгі жігітпін. Қайырлы кеш достар, мен өзімнің шынайы отзывымды қалдырайын деп едім Нунакунның онлайн консультациясын жайлы. Мен алдыңғы стористардағы жігітпін ғой мен.
Tanıdыңдар ма жаңағы? Ей, алдыңғы стористі қарасайсың, ей. Десем ben. Курс сатып алған онлайн консультацияға. Өзімнің шынайы бөлісімен шынайы бөліс. Барлықтарына сәлем, мен консультация өте керемет өтті. 2 сағат әңгімелестік. Сол уақыттың ішінде мен өзіме керек ақпараттың барлығын жинадым. Тіпті 20 дүкенге бардым. Қағаз алу үшін жаңа мақсат жазуға ғой, там, бля. Қайырлы кеш, достар, мен Нунакунның сторисіндегі әлгі жігітпін. Енді мен өзімнің шынайы пікірімді қалдырғым келеді кешегі онлайн консультация жайлы. Қалай болады десеңдер, солдап көріңдер, мен не сұрап тұрсыңдар де, короче. Қалай өтеді? Мен хабарластым. Өзіме ең керек сұрақты бөліп алдым YouTube жайлы. Мысалы, ол боевик кинолар көреді екен десем ба. Короче, тема. Не айтам басқа? Тема, просто алыңдар. Маған надо деп соза берсем ба. Мен кешке қарай жұмыстан соң хабарласамын деп шештім. Сөйлестік, келістік, контакт алдым деп қуып кетсем. Сендерге өте кеңес беремін. Өйткені ол кәдімгідей уақыт талғамайды десем артық айтып қоям ба, или может мен такой прикольный, что 2 сағат құртты ма деген сияқты ғой. Ну, қайырлы кеш, достар, және мен Нунакунның сторисіндегі әлгі жігітпін, және өзімнің шынайы отзывымды қалдырайын деп едім кешегі онлайн консультация жайлы. Қалай өтті десеңдер, өте тамаша болды. Әр уақытын тиімді, өйткені ол өзінің өткен тәжірибесімен бөліседі, және дұрыс бағдар береді деп ойлаймын. Егер де сендер енді бастап келе жатсаңдар мен сияқты. Және ол шын айтады. Насчет того, что бұрын бері оны бақылаймын. Кішкентайымнан содан өстім ғой десем ба. Ну, типа, понятно? Мен одан сейчас үлкенмін ғой, шамал. Короче, тем более біз, короче, 2 сағат сөйлестік түнге дейін. Ойлаш, түнде кәдімгідей жесткий мотивация береді ғой. И потом на следующий день, короче, видео түсірем дедім да. Жұмысқа айтып қалам ғой. Егер де сендер кәдімгідей липат ете бересіңдер ғой видеоларды. И потом вдруг сендерге жұмысқа бару не придется. Жатасыңдар. А что? Керек емес біз. Керек етпейді дейм, а? Короче, курс 15 000 теңге сатып ал, және демал.